Сәлеметсіздер ме оқушылар? 5-ші сынып қазақ әдебиеті сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Бердібек Соқпақбаев «Менің атым Қожа» повесінен үзінді. Оқу мақсаты: әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау. Ендеше оқушылар, бейне жазбаға назар аударамыз. Беске оқитын бала шығарманың мазмұнын ғана біліп қоймай, оның авторы туралы да білгені дұрыс. Мысалы, сен қазір «Менің атым Қожа» кинофильміндегі қожаның істегенін қайталап, өзіңді өзің жазалап отырсың. Ал сол фильмге негіз болған шығарманың авторы Бердібек Соқпақбаев туралы не білесің? Ештеңе, сіз айтып беріңізші. Бердібек Соқпақбаев Алматы облысы, қазіргі Райымбек ауданы, Қостөбе ауылында дүниеге келген. Қазіргі Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетін бітірген. Менің атым Қожа, балалық шаққа саяхат, өлгендер қайтып келмейді, 16 жасар чемпион, тағы да басқа тамаша шығармалар жазды. Менің атым Қожа повесі кімге болса да ұнайтын ерекше шығарма сияқты. Иә, оның себебі неде деп ойлайсың? Білмеймін, бірақ Қожа қандай нашар қылықтар жасаса да, мен оны басқа кітаптардағы жаман балалар сияқты жек көре алмаймын, тіпті жақсы көре түсемін. Керісінше, жантас жақсы оқитын үлгілі бала болса да, ол онша сүйкімді емес. Мен оны көбіне ұнатпаймын. Міне, менің атым Қожаны басқа шығармалардан ерекше қылатын қасиеті осы. Бердібек Соқпақбаев адамды жаман немесе жақсы деп бөліп, бір қырынан ғана көрсетпейді. Оның кейіпкерлері жақсы да, жаман да болуы мүмкін. Ал баға беру оқырманның еншісінде. Оқушылар, сіздер бейнежазбаны көріп болсаңыздар, оқулығымыздың 104-ші бетіндегі бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Берілген сұрақтарға ауызша жауап береміз. Хикаят дегеніміз не? Басқа жанрлардан қандай ерекшелігі бар екендігін жазыңыздар. Екінші, Ахмет Байтұрсынұлы хикаятты қалай атаған? Үшінші, Бердібек Соқпақбаевтың қандай шығармалары бар? Екі әрпін өзгертсем көже болып шығады. Кәдімгі қойыртпақ қара көз. Сонда мен көже болғаным ба? Жоқ, едік жасым. Ертеңнен бастап келдек болып бірде-бір баламен төбелеспеймін. Егер өз дейсіші, онда қойды. Әйтпесе, көкеңді там де. Тілің жоқ па? Онда не көздемейсің? Айтатын несі бар? Байқамай қалсын. Мама, мен енді қоям. Осы ауылдағы ең жуас, ең үлгілі баланың бірі болам. Ант етем, енді бәрі қой аузын шөп алатын болсам, оңбай кетейін. Осы айтқанымда тұрмайтын болсам, мені жер жұтып кетсін. Оқушылар, сіздер Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» шығармасының ізімен түсірілген кинофильмнен үзіндіні тамашаладыңыздар. Ендеше тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма: «Менің атым» жолдама жайында бөлімдерін оқулықтан оқып шығыңыздар. Және екінші, екі бөлімнің біреуіне сюжеттік композициялық талдау жасаңыздар. Келесі тапсырма: оқулығымыздың 105-ші бетіндегі үшінші тапсырмаға назар аударамыз. Шығармашылық жұмыс: хикаятта берілген «Менің атым» бөлімі бойынша өз есіміңнің мағынасын баяндап жазыңдар. Есіміңнің қойылу тарихын достарыңа айтып беріңдер. Осымен сабағымыз тәмамдалды. Назарларыңызға рахмет.